Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін өте дәмді болып шығатын молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Ең бірінші коржын жасаймыз. Ол үшін бізге сгущенка, еліктен өткізілген ұн, жұмыртқа, қопсытқыш және ерітілген сары май керек болады. Ескере кететін жайт, біздің барлық ингредиенттеріміз үй температурасында болу керек. Ең бірінші жұмыртқамыздың барлығын жарып аламыз. Оның үстіне сгущенкамызды жақсылап құйып аламыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды салып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз бір келкі осындай болып шығады. Енді оның үстіне қосу үшін ұнға біз қопсытқышты араластырып, ұн екеуін жеке араластырып аламыз да. Сосын қамырымызға ұнды аз-аздан қоса отырып, араластырып отырамыз. Міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Ешқандай ұнның түйіршіктері қалып кетпеуі тиіс. Міне бізде осындай бір келкі әдемі қамыр шығады. Енді пергаменттің үстіне мен 22 диаметрді қолдандым. Осылай кольцоны қоямыз да, 2 қасық қамырды салып, жақсылап оны жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды 180 градуста бір 10 минутқа жетпей пісіріп аламыз. Қарап отырыңыздар. Міне осылай сарғыш түске енгенде аламыз қамырымызды. Міне біздің корждарымыздың барлығы дайын, осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді біз кремін жасаймыз. Кремін өздеріңіз қалауларыңыз жасайсыздар. Менде бұл жерде қаймақтың үстіне сгущенка қосып, екеуін жақсылап араластырып крем жасаймын. Қаймақпен сахарный пудраны араластырып жасасаңыздар болады. Немесе сливкімен творожный сырды араластырсаңыздар болады. Маған осы крем ұнайды, сондықтан осындай крем қолдандым. Енді біз тортымызды жинаймыз. Ол үшін торт жинайтын ыдысымызға кішкене крем қойып, потом үстіне коржымызды, кремімізді қойып, тортымызды жинап аламыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін холодильникке 3-4 сағатқа қойып қойыңыздар. Жақсылап кремі сіңуі керек. Енді бетіне мен сливкімен сахарный пудраны араластырып жақтым, жанына, үстіне жақтым. Енді тортымызды сәндеуге кірісейік. Мен сәндеуге осындай вафельная крошканы қостым. Оның видео рецептісі менің каналымда бар. Керек болса, осылай үй жағдайында жасап алсаңыздар болады. Міне біздің тортымыз дайын, міндетті түрде жасап, дәмін көріңіздер. Өте жұп-жұмсақ, мамықтай болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап, дәмін көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.